Көктегі әкеміз, сені сүйеміз, бір өзіңді дәріптейміз. Алдыңа келіп, мінәжат еткенде, біздің жүрегімізді, өзіңнің жан дүниемізді, өзіңнің кед рухыңа толтыра көр. Бізді өзіңе жақындата көр. Келесі аптада болатын иеміздің осы дүниеге келген күнін тойлайтын уақытымызды жарылқай көр. Сол уақыт ерекше қуанышқа, сенің сүйіспеншілігіңе толы уақыт болсын. Адамдар, әсіресе жаңадан келген адамдар, сенің сүйіспеншілігіңді жүректеріне қабылдасын. Қуансын сенмен бірге. Сенің шындығың ашылсын, өзіңді жақыннан тани алсын. Сол уақытта болатын барлық қызметті, сенің сөзіңді жетелеп жүректерге жеткізе көр деп сенен сұраймыз. Жаңартып, жарылқай көр деп сенен сұраймыз. Және қазір, осы уақытта, сенің сөзің уағыздалатын уақытта, біздің жүрегімізге өзіңнің сөздеріңді қондыра көр. Түсінік бере көр. Өзіңе жақындата көр. Сөзіңнен нәр алып, саған сенгенімізге қуанып, жақын болуға көмектесе көр. Түсінік бере көр. Сенімізді нығайтып, өзіңе жақындата көр. Сөзің арқылы өмірімізде не істегің келеді? Өмірімізде бастаған игі ісіңді жалғастырып, соны соңына жеткізеді деп сенеміз. Осы уақытта саған тапсырамыз, жүрегімізді саған ашамыз, және ризашылықпен иеміз Исаның атымен мінәжат етеміз. Амен. Амен. Тағы да сіздермен бірге Құдай сөзін бөлісе алатын осындай мүмкіндік үшін Құдайға шүкірлік білдіреміз. Мынаны айтыңыздаршы. Әрбір кездесу, әрбір жексенбідегі бас қосуымыз арқылы Құдай сенімдерімізді нығайтып келе ме? Өзінің сөз арқылы жүрегімізге сүйіспеншілігін құйып, жарылқап келе ме? Оған сенгендеріңізден қуаныш, жігер тауып келесіздер ме? Әрбір осы Құдаймен кездесу уақытынан кейін өмірлеріміз өзгеріп келе ме? Ой тілектеріміз жаңарып келе ме? Ондай болса, Құдайға шүкірлік білдіреміз. Құдай өмірімізде осындай ғажап игі жұмысын бастаған екен, соны жалғастырады және соңына жеткізеді деп сенеміз. Шынында да, біздің әрбір бас қосуымыз және Құдай сөзімен бөліскен уақыттан кейін біздің жан дүниеміз жігерге толады. Күш аламыз. Кейде байқамауымыз мүмкін. Сүйіспеншілікке кенелеміз. Көз қарасымыз өзгереді. Жан дүниемізде өзгеріс болады. Сөзімізде өзгеріс болады. Және мінез құлқымызбен іс әрекетімізде де өзгеріс болады. Осындай өзгерісті сырттан табу қиын. Бірақ Құдайдың сөзіне құлақ асқан жерде осы өзгеріс өзінің уақытында жүзеге асады. Содан кейін біз оған сенгенімізден рахат табамыз. Оған сенгенімізден қуаныш табамыз. Оған сенгеніміз Забур жырсы айтқандай, қандай игі деп айта аламыз. Мен кеше негізінде басқа тақырып бойынша мінәжат етіп, жоспарлаған едім, бірақ мінәжат етіп дайындалу барысында кенет басқа тақырыпқа ойыстым. Енді сол тақырып бойынша бүгін бөліссек деймін. Қазір бірге сол үзіндіні оқысақ. Жақыптың хаты 4-ші тарау 11-12 аяттар. Жақыптың хаты 4:11-12. Мен оқиын. Қымбатты бауырластар, бір-біріңді жамандап қорлауды доғарыңдар. Бауырластарыңды жамандағандарың, не үкім дегендерің, иеміздің сүйіспеншілік туралы өсиетін қорлап үкім дегендерің.
Ал өсиетті үкімдегенде оның орындаушы емес, соттаушы болып шығасыңдар. Өсиеттерді шығарушы да, соттаушы да біреу-ақ. Ол құтқара да, құрта да алады. Маңайыңдағыларды үкімдейтін соншама сен кімсің? Біз бұрын Исаны әлі білмей тұрған уақытта, Құдайдан жүрегіміз әлі алшақ болған кездері біз мән бермедік көп нәрсеге. Осы дүниеде адамдар қалай істесе, біз де солай істедік. Біреу бізге ұнамаса, жамандадық. Ренжіп қалсақ, жамандадық. Айтқанымызды істету үшін жамандадық. Тіпті біз сол жамандау әрекетін манипуляция ретінде қолдандық. Жамандау негізінде біреудің ұнатпаған қасиеттері немесе істері жөнінде ғайбаттау. Оның абыройына нұқсан келтіру, дақ түсіру, басқа сөзбен айтсақ, қаралау деген сөз. Негізінде жамандау өзі жоқ адам туралы сырттай жаман немесе қаралайтын сөздер айтатын мағынаны білдіреді. Мұндай кезде жамандалған адам немесе қараланған адам өзін қорғайтын ешқандай сөз айта алмайды. Өзін қорғай алмайды және жағдайды түсіндіре де алмайды. Жамандау грекше каталалия деген сөзден шыққан. Ол кітаптың барлық жерінде күнә ретінде айыпталады. Забур жырында жамандайтын адам туралы былай делінген. 49-шы тарау, 20-21 аяттарда. Отырып алып, бауырыңды ғайбаттайсың. Өз анаңның ұлын нақақ жамандайсың. Сен солай істегенде мен үндемедім. Сонда мені өзің де есептедің. Ал қазір мен сені сақтандырамын. Күнәларыңды көз алдыңа қоямын дейді. Осылайша кітапта жамандау деген іс-әрекеттің Құдайға намсыз күнә екендігі айтылады. Және сол күнәні біздің алдымызға қоятыны және біздің жүрегімізде әшкерелеп тазартқысы келетін туралы біз түсінеміз. Әрине жамандау адамның өзін арамдайтын теріс қылық. Сырттан енген нәрсе емес, біздің аузымыздан шыққан жаман сөз, жамандайтын сөздер адамның өзін арамдайды. Іштен туған жаман ойлар да, аузымыздан шыққан жаман сөздер де, басқаларды қаралайтын сөздер адамның өзін арамдайды. Сөйтіп басқалармен қарым-қатынасына нұқсан келтіреді. Құдаймен қарым-қатынасына нұқсан келтіреді. Өзінің рухани өміріне де қиындық алып келеді. Әрі қауымға да іріткі салады. Қауымның да рухани өміріне қиындықпен қабырға кедергі тұрғызады. Тек өзінің жеке өміріне ғана емес, Құдаймен қарым-қатынасына әрі қауымға да біз нұқсан келтіретінін білеміз. Ал Забур жырында 100-ші тарау 5-ші аятта Құдай жамандайтын адамға қатысты былай дейді. Өзгені құпия жамандайтынды жоямын. Паң көзді өр көкірекке төзе алмаймын. Құдай тәкаппарлыққа төзе алмайтынын айтады және құпия жамандаудың да Құдайдың алдында ұнамсыз қылық екенін біздің назарымызға салады. Тек ол жоқ кезде, ол бар кезде ғана емес, жоқ кезде оны құпия жамандаудың өзі Құдайға ұнамсыз күнә екендігі айтылған. Тіпті жаңа келісімде оның зұлымдық екені де айтылған. Жай ғана күнә деп қарамайды жаңа келісімде. Зұлымдық деген өте жаман нәрсе деп түсінеміз. Жарайды, біз сол аятқа назар аударайықшы. Рим 1-ші тарау, Римдіктерге 30-31 аятта. Былай дейді. Олар жасырын жамандап, ашық та өсектегіш, Құдайды жек көретін, күш көрсеткіш, өр көкірек, мақтаншақ, жамандықты ойлап тапқыш, ата-анасын сыйламайтын,
санасыз, опасыз, тасбауыр және мейірімді жандар деді. Осындай осы іспеттес күнәні тіпті зұлымдық ретінде қарастырады. Ал енді Паул өзінің жазбасы арқылы, қауымдарға арналған хаты арқылы осындай нәрселер кең жайылып кетпесін деп уайымдайды. Өйткені жамандау сияқты теріс әрекеттер зұлымдық қауымда кең жайылатын болса, бұл қауымды ірітуге, қауымды бірлігін жоюға, қауымның рухани өміріне нұқсан келтіруге алып келетінін түсінеді. Сондықтан да жайылып кетпесін деп ескертеді. Коринтықтарға 2 хаттың 12 тарау 20 аятында былай делінген: араларыңда айтыс керіс, қызғаныш, ашу ыза, жүкке бөліну, жала жабу, өсек аян, менмендік және тәртіпсіздік атаулы жайылуы мүмкін деп уайымдаймын. Демек, осы іспетті күнәлардың қауымда жойылуына жол бергісі келмейді. Өйткені сондай әрекеттер қауымда кең жайылса, қауымға, біздің рухани өмірімізге, бірлігімізге қандай нұқсан келтіретінін жақсы түсінеді. Сондықтан мұндай қасиеттердің, мұндай жаман қасиеттердің жайылмау керектігін ескертеді. Енді Паулдың хаттарында жамандау мен өсектеу тіпті қатар тұрады екен. Біз кейде бөлек қарастырамыз, кейде қатар тұрады. Жамандау бірнеше адам бірігіп, өзі жоқ адамның сыртынан бір елең еткізетін мәліметтер айтады. Мұны пикантные слова деп айтады кейде. Сөйтіп адамның жақсы есіміне кір келтіреді. Ал сол адам өзін не қорғайтын, не жағдайды түсіндіретін мүмкіндіктен ада қалады. Өзін қорғайтын, түсіндіретін бірде-бір сөз айта алмайды. Петрдің хатында да бұл күнәні жамандық ретінде қарастырады және бұдан арылуға шақырады. Әрине, біздің арамызда Құдайдың сөзі үнемі айтылу арқылы өмірімізде көптеген өзгерістер орын алып келеді. Соған қарап қуанамыз. Құдайдың өзі, өзінің рухани балаларының арасында ойларының, мінездерінің, іс-әрекеттерінің өзгеріп жатқанын көргенде қалай қуанады. Біздің кішкентай немереміз бар, оның өсіп жатқанын, оның енді тәйтей басып келе жатқанын көргенде, өміріндегі бір тәтті қылықтарды көргенде қалай қуанамыз. Ал енді біз Құдайдың рухани балаларымыз, өмірімізде игі өзгерістер, Құдайға жақындау болып жатқанда біздің әкемізді қалай қуантады? Біздің өміріміздегі игі әрекеттер оны қалай қуантады десеңізші. Петрдің 1 хатында 2 тарау 21 аятта мынандай делінген: сондықтан барлық жамандық атаулыдан арылыңдар. Бұдан былай алдамшы, екі жүзді, күншіл немесе басқаны қаралаушы болмаңдар. Демек, бізді содан арылуға шақырады. Ойымызда да, сөзімізде де сол жаман қасиеттерден арылуға шақырады. Және бұл басқаларды да таңдандырып, Құдайға қарай тартатын бір ерекше қасиет болады. Сол ерекше қасиеттердің бірі осы. Басқалар жамандаса да, Құдайдың қауымы, Құдайдың халқы, оның балалары осы әдеттен, осы жаман қасиеттен арылған. Олар жаңа. Олардың ауыздарынан қайта керісінше жамандайтын жағдайда да олар Құдайдан бата сұрайды. Олар үшін мінәжат етеді. Бұл Құдайдың балалары екендігінің нақты бір белгісі емес пе? Олардың өміріндегі пісіп жатқан рухани жемістің нақты белгісі емес пе? Солай болса тамаша. Ендеше Петрдің хатында да бізді осы жаман әдеттен арылуға шақырады. Кейбіреуіміз бұлай деп әзілдеуіміз мүмкін. Ой, мен бұдан бас тартсам, онда мен не айтам? Әрине, бұл әзіл. Бірақ Құдай сөзінде бізді бұдан арылуға шақырады. Жамандау, өзіңді қалай сүйсең, басқаны да солай сүй деген Құдайдың өсиетін бұзу деген сөз. Ал маңайыңдағы адамды жақсы көретін болса, адам оны жамандай алмайды. Ал егер адам жамандама деген өсиетті әдейі бұзатын болса, ол өзін Құдайдың өсиетінен
жоғары қойған. Адам басқаға үкім шығару үшін емес, оның өсиетін орындау үшін шақырылған. Сол себепті басқаны жамандайтын адам Құдайдың өсиетін өрескел бұзады. Бұл Құдайдың еркіне қол сұғу дегенді білдіреді. Ойлап қарасаңыз, Құдайдың еркіне қол сұғу қорқынышты естіледі. Біз кімбіз Құдайдың еркіне қол сұғатын? Маңайындағы адамды жамандау, шын мәнінде оны айыптауды да білдіреді. Бірде-бір адамның басқаны айыптауға құқы жоқ. Құдай ешкімге жамандайтын, айыптайтын құқық бермеген. Айыптау құқығы жалғыз Құдайда ғана. Ол өсиет береді, ол заң береді, ол талап етеді, және бұл құқық ода ғана. Ал егер біз оның орнында тұрып жамандайтын болсақ, оның еркіне, оның құқығына қол сұққанымыз. Ендеше адам қауіпті аймаққа өтеді жамандау арқылы. Осыны ескерейік. Адамға өмір беріп, оны өзіне қайтып алатын жалғыз Құдай ғана. Ол құтқара да алады, құрта да алады. Ол жаралай да алады, жаза да алады. Жараны жаза да алады. Құдай жанды алады, әрі тірілтеді. Көрге түсіріп, одан оны алып та шыға алады. Иса былай деген: тәнді өлтірсе де, жанды өлтіре алмайтындардан қорықпаңдар. Одан гөрі жанды да, тәнді де тозақта құрталатын Құдайдан қорқып, оны терең қастерлеңдер. Құдай сөзі бізді оны терең қастерлеуге шақырады. Сонымен, басқаны айыптау жалғыз Құдайға ғана тиісті іс. Ал соны істеу адам оны өз мойнына алу дегенді білдіреді. Ендеше бұл адам Құдайдың орнына қойғанын түсіну керек. Кітаптың ілімі бойынша маңайындағы адамды жамандау ауыр күнә. Өйткені бұл Құдай орнатқан өсиетті өрескел бұзу, және оның еркіне қол сұғу деген сөз. Адам мұнысымен Құдайға тиісті билікті өз қолына алады. Ал бұл қауіпті. Осымен қорқытайын деп тұрған жоқпын. Осымен Құдайды құрметтеуге, қастерлеуге шақырам. Осымен қорқытайын деп тұрған жоқпын. Қайта керісінше, содан арылып, бас тартып, Құдайдың сөзіне, сүйіспеншілігіне ден қоюға шақырам. Басқаны жаманат ету үшін, демек, қаралау үшін, өтірік айтудың қажеті жоқ. Егер біз бір шындықты білсек, бұл бізге соны айту керек деген құқық бермейді. Кейде адам солай ойлайды: мен оған шындықты айтамын деп, оны жамандайды. Ал сен шындықты білсең, саған соны айту керек, сізге соны айту керек деген құқық бермейді. Кейде үндемей қоя салу, бұл да даналық. Адам басқаны жамандап айыптағанда шындықты айта ма, жоқ па, бәрібір ол осылай істеу арқылы өзін басқадан жоғары қояды. Адам жоғарыдан тұрып сөйлейді. Осылайша өзін басқадан жоғары қояды. Құдай бізді кішіпейілдікке шақырды емес пе? Олай болса, басқаны жамандап айыптайтын адам Құдайдың өсиетін бұзып, оған қарсы келеді. Егер біз кішіпейілдікпен Құдайға мойынсұнған болсақ, өзімізді басқадан жоғары қойып, жоғарыдан сөйлей алмаймыз. Қайта керісінше, біз басқаларды өзімізден жоғары қоямыз. Кітапта солай дейді. Біз бір-бірімізге бауырласпыз. Сондықтан жамандау, қаралаудан аулақ болуымыз керек. Бауырластар отбасындағы сияқты сүйіспеншілік көрсетуге шақырылған. Біз бәріміз Құдайдың отбасының мүшелері ретінде сүйіспеншілік жібімен байланғанбыз. Ал бұл сүйіспеншілік жібі үзілсе, онда оның орнына қаралау, ғайбаттау, даттау, өсектеу, басқа жіптер жалғанады. Сондықтан бауырластардың бірі өзін басқадан жоғары қоюға еш мүмкіндігі, құқы жоқ. Қайта, Құдай бауырласымызды өзімізден жоғары қоюға шақырған.
Құдай бізді бір-бірімізді сүюге шақырады. Жамандау арқылы адам осы өсиетіне өрескел қарсы шығады. Құдайдың өсиетіне. Біз сүйіспеншілік жолынан тайып, басқаны жамандайтын болсақ, Құдайдың өсиетін айыптаймыз, қаралаймыз. Осылайша бізге мойынсыну үшін берілген Құдайдың өсиетін бұзамыз. Құдай бізді сүюге шақырған деп қайта-қайта айттым, артық көрмеңіздер. Қайталау білімнің анасы, қайталау біздің жүрегімізге оның өсиеттерін қондырады, терең қондырады және өнім әкеледі деп тағы сенеміз. Құдай бізді сүюге шақырса, біз оған жамандаумен, өсектеумен, қаралаумен жауап береміз бе? Жамандау арқылы адам сүйіспеншілікті емес, бүлікті шындық ретінде жоғары қояды. Өйткені шынымен жамандау бүлік туғызады. Жамандау ірітеді, жамандау бұзады, жамандау кері әкетеді. Жеке рухани өмірді де, қауымды да, рухани жағдайымызды да. Ендеше, бұл бізді терең ойландырады. Өсиеттерді шығарушы да, соттаушы да Құдай. Біз оның осы өсиетін бұзғанда, оның билігіне күмән келтіреміз. Бұл Құдайды, оның өсиетін қорлау деген сөз. Құдайдың өсиеттері не істеуге болатынын, не істеуге болмайтынын айтатын ырымдар мен тыйымдар жинағы емес. Мынау болады, мынау болмайды, болады, болмайды. Діни дәстүр ырымдар мен тыйымдар емес. Оның өсиеті бізге үйлесімді өмір сыйлайды. Сүйіспеншілікке ден қойсақ, соны іске асырсақ, онда өміріміз үйлесімді. Біздің ізгі хабарымызда күш бар, рухани өмірімізде күш бар. Өмір әкелеміз, жарық әкелеміз. Құдайдың кім екенін танытамыз. Бұл жеміс. Ал егер осыдан арылсақ, осыған көңіл бөлмесек, онда соның қарама қарсысына жол бергеніміз. Құдайдың өсиетін қорлағанымыз. Құдай бізге өсиеттерді мойынсыну үшін берді, қорлау үшін емес. Мойынсыну арқылы біз оның қасиеттерін қабылдаймыз. Шынымен де, біз кімге сенсек, соған ұқсаймыз. Кімге мойынсынсақ, соның қасиеттерін иеленеміз. Біздің сенетін еміздің мінсіз, киелі, сүйіспеншілікке толы, шындықтың иесі екенін біз білеміз. Ендеше, біз оның өсиеттеріне құлақ ассақ, оған мойынсынсақ, оның осы игі қасиеттерін иеленеміз. Сүйіспеншілік қасиетін иеленеміз. Сонда біз олар үшін тіпті жамандайтын жағдай туса да, айыптайтын жағдай туса да, біз ол үшін мінәжат етеміз. Ол үшін қызмет етеміз. Солайша біз оларға өмір әкелеміз. Ол сырттағы адам болсын, мейлі жанымыздағы адам болсын. Біз сол сүйіспеншілік арқылы оларға өмір әкеліп, жан дүниесін емдейміз, сауықтырамыз. Өзімізбен емес, Құдайдың сөзімен, Құдайдың бізге берген осы қасиетімен оларға жарық әкелеміз. Кейде санасына сыйғыза алмауы мүмкін, бірақ шынайы өмір әкеледі. Сонымен, Құдайдың өсиеттері бізге оның кім екенін көрсетеді. Ол кім? Өсиеттерді шығарушы, заң шығарушы және талап етуші ол. Біз өсиеттерге мойынсыну арқылы оның кім екенін мойындаймыз. Оның кім екенін түсінеміз. Ал егер оның өсиеттерін өрескел бұзу арқылы тағы ұмытпайық. Оның орнына қойғанымызды, қауіпті жағдайға шығатынымызды ұмытып қалмайық. Бұл қауіпті. Оның өсиеттерін бұзу оған қарсы шығуды білдіреді. Өз ойымызды оның өсиетінен жоғары қоюдың қауіпті екенін түсіндіреді. Ефесіктерге 4-ші тарау 31-ші аятта мынадай сөздер бар. Құдай әрқилы кекшілдік, ашу-ыза, айқай-шу, жамандаудан арылуға шақырады. Және Забур 33-те де сендердің қайсыларың өмірді ұнатасыңдар, жақсы күндерді көптеп көруді қалайсыңдар. Онда жаман сөз ауыздарыңнан шықпасын, өтірік айтудан да әрқашан сақтаныңдар. Тамаша сөз. Өмірді жақсы көресің бе дейді.
өмірді сүйесің бе, ұнатасың ба? Онда жаман сөз аузыңнан шықпасын. Жамандау қаралау аузыңнан шықпасын. Жақсы күн өткізгің келеме дейді. Онда жаман сөз, жаманда аузыңнан шықпасын. Арыл. Бұл бізге игілік алып келеді. Бұл біздің жан дүниемізді емдеп қуанышқа кенелтеді. Тамаша. Менің өмірімнің қандай болуына айтатын сөздерім, аузымнан шығатын сөздер әсер ете ме? Әлбетте. Өмірді ұнатасыз ба? Жақсы күндерді көптеп көргіңіз келе ме? Егер солай болса, жамандауды, жаман сөз айтуды доғару ләзім. Егер үйлесімді өмір сүргіңіз келсе, бұл өмірдің рецепті осы. Арылу жамандаудан, жаман сөзден. Рецепт берілді кітапта. Әйелдер рецепті жақсы көреді. Сол бойынша дайындауды жақсы көреді. Және тағам да, дәмді тағам да сол кезде жақсы пайда болатын жақсы түсінеміз. Ендеше, үйлесімді, жақсы өмір сүрудің рецепті де осы. Қоспау керек нәрсені, қоспау. Кітапта аузыңнан шығатын сөздер туралы жиі айтылады, біздің аузымыздан шығатын. Назарымызды жамандау, өсектеу туралы сөздерге аударып, содан бас тартуға шақырады. Көбіне адамдар бұған шындап мән бермейді. Бұған ауыр күнә деп қарамайды. Адамдар ауыр күнә деп адам өлтіруді, біреудің бір нәрсесін ұрлауды, қиянат қылуды, некедалдығын бұзуды айтады. Ал жамандауды күнә деп ойламайды. Бірақ күнә деп ойласа да, болар болмас майда шүйде күнә деп қарайды кейде. Бірақ солай істеу арқылы, солай айту арқылы өзінің өміріне, ортасына қаншама нұқсан әлтке әкелетінін түсінбейді. Рухани өмірде қаншама жойылу әкелетін, қабырға тұрғызатын онша түсіне бермейді. Майда шүйде деп енді қарамаңыз. Адамдар басқаны жамандап, мұнысын көбіне ақтайды. Дұрыс деп санайды. Енді оны жамандамасам, басқа не айтам деп кейде әзілдейді. Әрине, көшеде де, біз қоғамда да жаман сөздер айту, жамандаудың норма екендігін көреміз. Қай бір ортада, барлық жерде демеймін. Норма болып кеткен қай бір ортада. Кейбір тілдерде бір ойды, бір сау сөзді қоспай, жаман сөзбен жеткізуге де болады. Жігіттер мен қыздар дөрекі, бұл апыт сөздерді айта береді. Бұл оларға үйреншікті болып кеткен. Сау сөзді айтса, оларға оғаш сияқты. Әрине, сенушілер осындай дөрекі сөздерді айтудан қазір аулақ болып келеді. Жаңарып өзгеріп келеді. Біздің көбіміздің, басым көпшілігіміздің сол сөзіміз, тіліміз сауыққан екен көреміз. Солай емес пе? Иса ағашта керіліп тұрғанда, адамдардың не деп жамандағандарын есімізге алайықшы. Жамандады ма Исаны? Мынау күнәһарлармен бірге тамақ ішеді. Олармен дос. Жақсылық істесе де жамандады. Күнәһарлармен бірге жүріп оларға қызмет етсе де жамандады. Шәкірттің жолы ұстазыныңкінен үлкен емес. Ендеше бізді де сырттар жамандайтын болады. Тіпті сенгеніміз үшін, сенім жолында істеген қайбір игі істеріміз үшін де әркім әртүрлі нәрсе айтуы мүмкін. Иерусалим қақпасының маңынан өтіп бара жатқан адамдар биіктеу төбеде айқышқа керілген қарақшылардың арасында Исаға тіл дейтін сөз айтты. Басқаларды құтқарыпты, енді өзін құтқарсын. Ал Иса олардың естіген бұл апыт сөзіне не деп жауап берді? Әдетте біз жамандайтын, қарғайтын, қаралайтын бір сөз естісек, сен өзіңше, сенше деген сөзге біз дайын тұрамыз, жақын тұрамыз негізінде. Айыптаса, сондайға жақын тұрамыз. Бірақ Иса олар үшін мінәжат етті. Тіпті Құдайдың ұлы болсаң, кән айқыштан секіріп тұршы, сонда біз саған сенеміз деп мазақтады. Бұлай қарасаң, олар жаман сөз айтпаған сияқты болып көрінеді. Бірақ шын мәнінде сен
сонда Құдайдың тағайындаған оның ұлы болсаң, құтқаршы өзіңді. Қолынан келмейді деген оймен осындай жағдай туғызды. Оның қасынан өтіп бара жатқан қарапайым халықта, әй, киелі үйді бұзып, 3 күнде қайта тұрғызушы. Өзіңді құтқарып ал, айқыштан секіріп түс, деп Исаны тілдеді. Бұл неге жамандау бола алады? Олар Исаны қорлап, жанын жаралағысы келді, мазақтағысы келді. Міне бұл сондықтан да жамандап, қорлау бола алады. Көне келісімде Харон мен Мариям Мұсаны жамандай бастаған еді. Олар қалай жамандады? Дөрекі былапыт сөздермен ұрыспады Мұсаға. Олар Мұсаны жамандағанда шындықты айтты. Құдай тек саған ғана сөйлейді ме? Біз бәріміз Құдайдың халқы емеспіз бе? Осы сөздер кітапта жамандау ретінде сипатталған. Қызық, олар шындықты айттық деп ойлады, бірақ олар Мұсаға жаман сөздер айтты. Руларды санау кітабында барлаушылар уәделі елге барлау үшін барды. Олар қайтып келгенде жаман сөздер айта бастады. Күмән туғызатын, қорқыныш туғызатын, мақсатқа жетуге кедергі болатын сөздер айта бастады. Олар қандай жаман сөз айтты? Негізі олар сол жер туралы жақсы сөздер айтты. Ағы мен балы, мол жер деп шындықты айтты. Жемістер мен көкөністер бәрімізге жетеді. Тіпті жемісі жүзімнің қандай үлкен екенін айтып мақтады. Бірақ сол жерде алыптар бар. Біз олардың қасында кішкентай шегіртке сияқтымыз. Біз сол жерде ала алмаймыз. Шынымен де солай еді. Шынымен де сол жерде тұратын халықтар алып еді. Жауынгер халық еді. Олардың мәселесі айтқан өтірігінде емес еді. Олардың мәселесі бірдеңені ойлап ойдан шығарғанда емес. Олар шындықты басқа бір мақсатпен айтты. Олардың айтқан шындығы оларға кедергі болды. Мәселе туғызды, қиындық әкелді. Олар қорықты. Олар халықты сол жерге бармауға көндіргілері келді. Шындықты айтуды мақсат оларда өзге болды. Жамандаудың мақсаты осы жерден анық көрінеді. Оның өсектеуден айырмашылығы да шындықты өзге мақсатпен айтады. Шындықты айтып тұрмын деп ойлайды, бірақ өзге мақсатпен. Шындықты жамандау мақсатында да біреу немесе бір нәрсе туралы жаман қылып көрсету үшін де айту мүмкін. Сондықтан мен шындықты айтып тұрмын десек те ойлануымыз керек. Мен соны жамандау үшін, қаралау үшін, оны масқаралау үшін айтып тұрған жоқпын ба? Бұл адам баласын ойлантатын ерекше нәрсе. Сонымен жамандау дегеніміз жаман мақсатпен айтылған шындық. Мақсат, ниет өзге. Егер біз шындықты жаман мақсатпен айтатын болсақ, онда бұл күнәға апарады. Шындықтың бәрі бірдей пайдалы емес. Егер бір шындық адамға көмектесу үшін, түзету үшін айтылған болса, онда бұл шындық керек, әрі дұрыс жұмыс істейді. Ал егер біз шын мәліметті өзге мақсатпен айтатын болсақ, бұл шындық болудан қалады. Мәліметті жаман оймен айтатын болсақ, бұл жамандау. Өсек дегеніміз өтірік мәліметтер. Мәліметтерді, оқиғаны бұрмалап, өтірікті қосып айтатын болсақ, бұл өсек болады. Бұның жаман екені өздігінен түсінікті емес пе? Жамандау, біреуді жаман етіп көрсетуді біз өсек сияқты күнә деп ойламаймыз. Қайта, мен шындықты айтып тұрмын деп өзімізді ақтаймыз. Мұндай жағдайды жұмыста, қоғамда жиі байқауға болады. Ол мынадай адам, ол сондай адам дегенде қандай мақсатты көздейміз? Біз жағдайды түзету үшін, көмектесу үшін айтамыз ба? Мінәжат ету үшін айтамыз ба? Көбіне басқа мақсатты
көздеуіміз мүмкін. Қандай мақсат? Жамандау мақсатын көздеуіміз мүмкін. Кейде ренжіп қалғанда, бір адамға кек сақтасақ, ашуланғанда, есеміз кетті деп ойласақ, сол адам туралы жамандауымыз мүмкін. Адам сол адаммен немесе кешіріп мәселені шешудің орнына, немесе онымен кездесіп мәселені шешудің орнына, ол жамандап кейде кек алғысы келуі мүмкін. Жамандау кек алудың бір формасы ретінде де іске асырылады. Мақсат көмектесу емес, басқаға сол адам туралы жаман ойды жеткізу, жаман етіп көрсету болса, онда бұл қауіпті, бұл жамандау. Бұндай жамандауды кейде тұспалдап та айтуы мүмкін. Тіпті даусының ырғағымен де, жақтырмайтын түрімен де бір адам туралы жаман ойды жеткізе алады. Кейде аман болғыр деген сөздің өзі көңіл толмағанда, ренжігенде, кейде жамандауды білдіру үшін де айтуы мүмкін. Бір жағынан қарасаң, жақсы тілек болып көрінеді. Мұндай тілекте тұрған не бар деп ойларсыздар? Немесе ақылдысын қарай көр өзінің. Бір қарағанда жақсы сөз болып көрінеді, бірақ бұның бәрі қандай оймен, қандай мақсатпен айтылған. Мұндай күнәлар даусымыздың ырғағынан, ойымыздан көрініп ақ тұрады. Шындық көмектесу, дамыту, жақсарту емес, мүлде басқа мақсатпен айтылса, онда бұл бізді ойландырады. Біз шын мәліметтерді айтқанда, басқаны жамандауда тоқтай қоймаймыз. Жалпы адамның ескі күнәһар табиғаты. Бұл сондай дамытуды қажет ететін бір нәрсе сияқты көрінеді. Өткенде тыңдаушы адам, ол да соны дамыта түседі. Біреу-біреуді жамандаса, ол да соған қосыла кетеді. Немесе тоқтатпай сол жамандауға қосылғандай әрекет танытады, сыңай танытады. Қазірде ғаламтор арқылы да осы мақсаттың жүзеге көп асырылатынын байқаймыз. Бұл жерде әңгіме айтылатын шындықтың өзі туралы емес, қандай мақсатпен айтылады сол туралы шындық. Біз шындық деп санайтын нәрсе қандай мақсатпен айтылады? Оны түзету, көмектесу, сүйіспеншілік жеткізу мақсатымен бе? Әлде оған қиындық әкеліп қаралу, жамандау мақсатымен бе? Бұл адам баласын сенушілерде ерекше ойландырады. Бұл улы тамыр сияқты жамандау. Ал оны қазып алып тастамаса, ол біздің өміріміздің басқа аймақтарына да әсерін тигізеді. Кері әсер етеді рухани өмірімізге, қауымға. Және оның улы көзқарасы, жамандайтын улы көзқарас басқаларды да улайды. У сияқты әсер етеді. Ау деппін ғой. Ал у болса бірден әсер етпейді. У жайлап әсер ететін қасиеті бар. Ол және басқаларға берілетін жаман қасиеті бар. Сөзде күш бар екенін білеміз. Ол өлтіре де алады, тірілте де алады. Өзгелерді өзгертіп, сауықтыра да алады. Қуаныш та сыйлай алады. Кейде біз бұны көзге көріну үшін істеді деп басқаларды жамандауымыз мүмкін. Ол сондай, ол мұндай деп айтуымыз мүмкін. Біз оның қандай іспен істегенін қайдан білеміз? Мүмкін Құдай үшін істеген болар. Кейде мәліметтердің арасына біз бір себептерді қыстырамыз. Шын мәнінде тек Құдай ғана соңғы сөзді айтатын құқығы бар. Біз ешкімге ешқандай айып тағып үкім шығара алмаймыз. Шынайы бағасын Құдай береді. Құдай әрқашан шындықты айтады. Құдай шындықты айтса, әшкерелейді, түзетеді, өзгертеді, сауықтырады, жаңартады. Құдайдың мақсаты, ниеті игі. Иса көбіне үндемеді. Жауапты білмегендіктен үндемеді емес. Ол кімге қалай жауап беру керектігін жақсы білді. Ол жағдайды жақсы білмегендіктен үндемеді демейміз. Шындық әрқашан
пайдалы бола бермегендіктен де үндемеді. Шындық пайдалы болатын кезде ғана ол соны айтты. Біз басқаларға мәліметтерді жеткізгенде, жауап бергенде, Құдайдың осы өсиетін бұзамыз. Сонымен мен айтатын шындық пайдалы ма? Мен шындық деп санайтын нәрсе аузымыздан шықпас бұрын бізді енді ойлантады. Біз шындық деп ойласақ та пайдалы ма? Оған игілік әкеле ме? Осы жағдайда тиімді ме? Бізді ойлантады. Айтпайынша біз оның өсиетін бұзамыз. Егер өзге ниетпен, өзге мақсатпен айтсақ, оның өсиетін бұзамыз. Иса айтатын сөздерге ерекше мән берді. Ол былай деді. Матай 12:36-та. Сендерге шын айтамын, адамдар өздері айтқан әрбір жағымсыз сөздер үшін қиямет сотында да жауап береді. Сол кезде сендер айтқан сөздеріңе сай, не ақталатын, не айыпталатын боласыңдар. Иса мән берді және бізге де соны ден қоюға шақырды. Бізді де шақырды. Адам жағымсыз, мәнсіз сөздер үшін Құдай алдында жауап беретінін ұмытпаймыз. Тек ұрлық, жаман сөз, некадалдығын бұзу, теріс қылық қана емес. Аузымыздан шығатын сөздер үшін де Құдайдың алдында жауаптымыз. Демек, Құдай біздің ой ниетімізді, жан дүниемізді, тілімізді, іс-әрекетімізді өзгертетін керемет қасиеті бар. Енді жамандықтан арылу үшін үндемей ауызды жабу ғана емес, кей кезде ауызды жауып қана қою ғана емес, мәселенің шешімі бұл ғана емес. Біз алдымен жамандаудың сұмдық күнә екенін мойындауымыз керек. Жамандау арқылы өзімізді жоғары Құдайдың орнына қоятынымызды және Құдайдың өсиетінен жоғары қоятынымызды түсінуіміз керек. Бұл күнәмізді Құдайдың алдында мойындап, одан бас тартамыз. Содайша өзгереміз. Пайда келмейтін жаман сөздерді айтудан тыйылуымыз керек, доғаруымыз керек. Мұны біз өз күшімізбен еңсере алмаймыз. Жақыптың хатында мүлтіксіз адам ғана өз тілін меңгере алады дейді. Біз қарапайым адамдар мүлтіксіз емеспіз. Қайта керісінше басқаны жамандаған адамдарды құшырлана тыңдаймыз. Соған бейімбіз. Жамандаған сөздерді айтқанда ғана емес, оны тыңдап қабылдау да жамандаудың екінші жағы бола алады. Тек жамандау ғана емес, соны тыңдап қабылдау да оның екінші жағы дейді. Өйткені біз соған ортақпыз, сонымен келісеміз. Егер солай етсек. Қазір бірін-бірі жамандайтын жағдайды жиі естиміз. Қоғамда, ғаламторда. Адамдар билік иелерін жамандайды, жақындарында жамандайды. Ең алдымен адамның жүрегі өзгеру керек. Сонда оның аузынан шығатын сөздері де өзгереді. Жүрегі сауығу керек, сонда оның тілі де сауығады. Өйткені жүрек пен тіл тікелей байланысқан. Адамның жүрегі ашу, ызаға, ренішке, өш алуға толы болса, аузынан шығатыны да сол екені түсінікті. Тек тыйымдармен ғана басқару жақсы нәтиже бермейді. Болмайды, бүйтпе, сөйтпе деген тыйым жақсы нәтиже алып келмейді. Ол қорыққаннан, белгілі бір мақсатпен, белгілі бір уақыт қана, белгілі бір жағдай үшін ғана тыйылуы мүмкін. Бірақ жүрегінде әлі тыйылмаған, жүрегінде содан бас тартпаған. Тыйым соңғы Құдай күткен нәтижеге толық жеткізе алмайды. Жай діни тыйымдар мен ырымдар. Сонымен жүрегімізден біз соны тамырлап кетсе де, біз соны шығарып алып тастауымыз керек. Содан бас тартуымыз керек, доғаруымыз керек. Тек айту ғана емес, тыңдап соған қосылуды да. Жаңа біз келістік, бұл жамандаудың екінші жағы бола алады. Тыңдап соған қосылу, келісу. Сонымен Исаға оның сөзіне жүрегімізден терең орын берейік. Онымен тығыз байланыста тұрып өсиеттерін орындауға
талпынайық. Сонда ол бәрін, ой ниетімізді, жүрегімізді, тілегімізді де ретке келтіреді. Бұл ғажап жұмыс. Кейде қиын. Операция жасағанда бізге қиын. Бұрын менің тісіме операция жасағанда ауыртпайтын, жансыздандыратын укол салса да, бірақ психология жақтан, сезім жақтан қиын екен түсінем. Кейбір сондай күнәларда бізге арылғымыз келмейтін, бізде бір денеден бір нәрсені кесіп алып тастаса, қиындық туғызатын сияқты болып көрінеді. Бірақ нәтижесі жақсы. Тыныштық, сүйіспеншілік, татулық, бірлік игі нәтижеге жеткізеді. Сонымен, жақсы күндерді көптеп көргілерің келе ме? Амин. Мен осыны айтудағы мақсатым, осы жамандау туралы, жамандамау туралы. Мен біреуге бағыттап тұрғаным жоқ. Арнайы біреуге арнап тұрғаным жоқ. Бұл бәрімізге арналған. Мен кеше басқа тақырыпты дайындаған едім, бірақ дұға етіп дайындалу барысында осындай өзгерістер болды. Сондықтан, бұл бәрімізге арналған Құдайдың сөзі. Ендеше, біз жүрегімізге қабылдап, соған орын берсек. Ендеше, жақсы күндерді көптеп көргілерің келсе, онда аузымыздан жаман сөзді шығармайық. Жамандаудан, қаралаудан, осы жаман әрекеттен, қасиеттен бас тартайық. Бұл тек былапыт жаман сөздер ғана емес. Басқаларды жамандайтын, пайда әкелмейтін жағымсыз сөздерді айтудан тыйылу деген сөз. Осылай істейтін болсақ, онда жақсы күндерді көптеп көреміз. Құдайдың уәдесі, тамаша уәде. Жан мен рухтың арасында үйлесімділік орнайды. Гармония. Осының себептерінің бірі, егер біз жан дүниемізде гармония орнасын десек, онда бас тарту. Жаман сөздерді айту, былапыт сөздерді айту ғана емес, жамандау, қаралаудан бас тарту, онда бұл біздің жүрегімізді үйлесімділікке әкеле алады. Тексеру керек. Егер болмаса, жамандау, қаралау, жаман сөз айту жоқ па? Тексеріңіз. Егер бар болса, жай ғана Құдайдың алдында соны зұлымдық екен, күнә екенін мойындап, содан бас тарту игі болады. Адам кейде байқамауы мүмкін. Адамдардың көбісі сонымен өмір сүргендіктен, мен де солай әрекет етсем, қалыпты деп ойлауым мүмкін. Жоқ. Құдай сөзінде бұл қалыпты емес. Құдай сөзінде, Құдайдың патшалығында бұған тіпті орын жоқ. Аластат. Тек жүрегінен ғана емес, біз қауымнан да аластатуымыз керек. Айтпеген жағдайда адам өзі соның зардабын шегеді. Үйлесімдік жоғалтады. Тепе-теңдік жоғалтады. Сонымен азат бол. Ал енді сыртта бізді жамандаса не істейміз? Сырттағылар жамандауы мүмкін. Сенімімізге бола. Біздің кімге сенетініміз көп адамның біз туралы бір сөздер айтуына, баға беруіне әкеп соғатын түсінеміз, білеміз. Бірақ сырттағылар қандай сөз айтса да, Құдай сөз бізге былай дейді. Біз жамандағандарға ақ бата тілейміз. Көрдіңіз бе? Жүрегі сүйіспеншілікке толы адам басқаларға жамандық тілей алмайды. Басқаларға жақсылық тілейді. Міне, Қордықтарға арналған 1-ші хаттың 4-ші тарауы 12-ші аяты бойынша біз басқаларға, жамандағандарға да ақ бата тілейміз. Тіпті патшаны іштей болса да жамандама. Уағыздаушы 10-шы тарау 20-шы аятта. Байды да төсекте жатып балағаттама. Ұшқан құс даусыңды іліп әкетер, айтқан сөзіңді қанатты жеткізер. Кейде адам мен жамандаған сөзді, мен айтқан қаралайтын сөзді ешкім сол адам білмей қалады деп ойлайды. Бірақ мына жерде міне ұшқан құс қандай жолмен біз сояққа жеткенін өзіміз білмей де қалуымыз мүмкін. Кейін сол сөзді адам сол айтқан, біз кім туралы айтқан болсақ, соның аузынан естуіміз мүмкін. Ендеше, патшаны да, байды да, қарапайым адамды да, кімді де жамандау
Исаға сенушілердің істейтін әрекеті емес. Міне, біз Құдайдың сөзі бойынша оларға әрқашан ақ бата тілейміз. Әрине, біз сезімдерімізбен бөлісе аламыз. Сезімдерімізбен бөліскенде біреудің қиын әрекеттері, біреудің жасаған жаман істері бізге қиындық әкелуі мүмкін. Біз бізге не әкелді, бізге не қиын болды, сол бойынша бөлісіп мінәжат ете аламыз. Бірақ бәріне мінәжат ететін тақырып ретінде емес, ойлануымыз керек. Біз кейде бұл мінәжат ететін тақырып деп, оны қаралайтын, жамандайтын мақсатта да болмау керек. Осы жағдайды да назарда ұстағанымыз абзал. Ендеше, бүгінгі уағыз арқылы не түйдік, не түсіндік, не істейміз? Жамандаудың, қаралаудың Құдайдың сөзіне қайшы, оның өсиетін өрескел бұзу, оның үстінен тұрып сөйлеу өзімізді жоғары қою екенін түсіндік пе? Күнә екенін, зұлым күнә екенін түсіндік пе? Біздің өмірімізге, қауымға, қоғамға, айналамызға зиян, зардап әкелетіні жеткілікті түсінікті болды ма? Жақсы. Ендеше, Құдайдың сөзі бойынша біз содан бас тартуға деген тілек пайда болды ма? Мен оны жан дүниемде қалдырғым келмейді. Осы улы тамырды алып тастай көр деп Құдайдан дұға ететін тілек пайда болды ма? Ендеше, солай дұға етейік. Ойымнан, тілімнен, жүрегімнен Құдай осы улы тамырды алып тастай көр. Мен күнәларымнан бас тартамын. Жамандаудан бас тартамын. Қаралаудан бас тартамын. Тіпті шындықты айтсам да, кейбір кезде үндемей қоюдың дұрыс екенін біз түсіндік. Үндемей қою, Иса да солай істеді. Бұл тиімді кейде. Өзінің орнымен. Ендеше, жүрегімізде осындай ынта ниет тілек пайда болса, бірге дұға етейік.